Жалпы Екібастұз өңірінде түрлі себеппен екі қолға бір күрек таба алмай жүрген халықтың саны баршылық. Нақтырақ айтсақ, 1000 тұрғын жұмыссыздар есебінде тіркелген. Дегенмен оның 600-ге жуығын жұмыспен қамту бойынша белсенді шаралар қолға алынған, яғни уақытша жұмыспен қамтылған. Ал мемлекеттен жұмыссыздық жәрдемақысын алатын қалған азаматтар үшін Екібастұздағы Мансап орталығында өткен мына жәрмеңке зор мүмкіндік болды. Қаладағы іргелі кәсіпорын өкілдері бұл күні екібастұздықтар үшін 1000-нан астам бос жұмыс орнын ұсынды. Сегодня в рамках Бүгін жұмысшы мамандықтар жыл аясында Мансап орталығында бос жұмыс орындарының жәрмеңкесін өткізіп отырмыз. Екібастұз коммунсервис, Екібастұз жылу желілері, Казминералс Бозшакөл, Railway Systems, этажей коммерциялық ұйымы сияқты іргелі кәсіпорындарда жұмыс берушілер есебінде шақырдық. Шараға жұмысы жүрген барлық тұрғындарды шақырдық. Одан бөлек пробация қызметінде тіркелген тұлғаларда шақырту алды. Көріп тұрғандарыңыздай халық көп келуде. Ай сайын осындай жәрмеңкелер өткізіп тұрамыз. Оған қоса колледждерде де жас түлектерге арнап ашық есік күндерін ұйымдастырдық. Жәрмеңке басталысымен бірден жұмыс берушілерден кеңес алуға асыққандардың қарасы қалың. Қуанарлығы еңбекке таласқан халық арасында таңдауға іліккен қала құраушы кәсіпорындарда баршылық. Енді тек жұмыс берушінің жұмыс шарты еңбеккерлерге тиімді болса болғаны дейді тұрғындар. Мен бүгін осы жәрмеңкеге келген себебім, бізде жұмыс жағдайы тоқтап, осы неге тіркелгенбізде. Жұмыс беруші неге. Соған бүгін ярмарка болып отыр. Жақсы екен, келдік міне. Әрқайсымыз қарап, көріп, кім қандай жұмыс неткісі келеді, соған жазылып, соған не алып жатырмыз. Енді соған барып, жаңағы собеседованиеден келіп өтіңіздер дейді, өтеміз. Мынау өте жақсы, мынау халыққа, мынау жұмыссыздыққа осындай болған әрдайым осы жұма сайын, ай сайын болып тұрса, мынау халыққа оңды болар еді. Осы үкіметке осындай не ашып, халыққа осындай жағдай жасаған бәріне рахмет айтамыз. Мен мынау неге жолықтым, Бозшакөлдің несіне. Сосын Баянкаматтың несіне жолықтым екі жерге. Соны Көңіліңізге қонымдысы бар ма екен? Сол екі жер көңілге қонымды болды, енді оған барып білеміз. Еңбегін, бәрін несін, жұмысын. Сосын о кісілер енді бізді сараптайды ғой. Жәрмеңкеге алимент төлеушілер де арнайы шақырту алды. Айта кетейік, Екібастұз өңірінде алимент төлейтін 3000 азамат болса, олардың 300-ден астамы проблемалы есепті тұрғандар. Олардың барлығы дерлік жұмысқа орналасуға асықпайтын көрінеді. Себеппен салдар әртүрлі дейді прокурорлар. алиментті төлемеудің себептерінің бірі ол жұмыспен субъективті және объективті себептерін айтып кетейін. Объективті себептерге келетін болсақ, көп айтады. Мысалы, бізде берешегіміз бар банктердің алдында, сосын алимент, оның бәрі қосқанда біздің қолымызға алатын жалақымыз тым аз болып кетеді. Сондықтан бізге күнделікті ақша алып отырған ыңғайлы деп айтады. Субъективті себептерге келетін болсақ, ол білеміз, жұмысқа орналасқысы келмейді. Дегенмен алименттен жалтару тек жауапсыз ата-анаға ғана емес, жұмыс берушіге де қатысы бар мәселе. Егер алимент төлеуші тұлғаның еңбек ақысын жұмыс беруші шегеріп, аз сома көлемінде жазса, немесе іс жүзінде еңбек ақы алып, құжат түрінде расталмаса, жұмыс беруші тарап жауапқа тартылатынын да ұмытпаған жөн. Мәселен, өткен 2024 жылы баласына көмек ретінде төлем жасаудан жалтарған 6 азаматтың үстіне қылмыстық іс қозғалса, 54 тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Ал жәрмеңкенің қорытындысына келсек, жалпы 80 адам жұмыс іздеп келсе, 25-і түрлі кәсіпорындарға жұмыс берушімен сұхбаттасуға ұсыныс алған.